Қайырлы күн баршаңызға достар. Сіздермен бүгін қысқа арналған шиеден компот жабатын боламыз. Бір қайнатып суымызды жауып тастай беретін боламыз. Атылмайды, өте дәмді болып шығатын компот. Ал менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах деп, бірінші осылай шиелерімізді тазалап, жуып алатын боламыз. Ол аралықта мен банкаларымды жуып тазалап, стерилизать етіп қойдым. Осылай су құйып шығамын, барлығын қақпақтарын жауып қоямын. Өзінің буына өзі стерилизать етілетін болады. Ешқандай да атылмайды. Буға қойып, ондай қажет етпейді. Дәл осылай әдіспен жасасаңыз керемет болады. Одан кейін суымызды төгіп тастап, ішіне шиелерімізді салып шықтым. Мен бір-бір кеседен барлығына бірдей қылып салып шықтым. Осылайынан барлығын салып дайындап алатын боламыз. Бірінші суын ауыстырып, екі мәртеден қайнатпаймыз. Бұны біз сразу жауып тастайтын боламыз. Сол үшін барлығына бірдей қылып салып алатын боламын. Осылай салып, одан кейін кезекте қантымызды салатын боламыз. Қантымызды осындай бокалмен бір бокалдан салып шықтым. Сіздер көбірек салсаңыздар да болады. Мен осындай 250 миллиграммдық 3 литрлікке салып шықтым. Өте әдемі болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Осылайынан барлығын салып алатын боламыз. Менде барлық банкаларым 3 литрлік банкіге 250 миллиграммдық қантымызды салатын боламыз. Осылайынан арасына су қойып қоятын боламыз. Суымыз бізде тарсылдап қатты қайнау керек. Сол кезде дайын болады. Мінекей суымызды құйып қайнатуға жібереміз. Қайнап тұрған, сақылап қайнап тұрған суымызды банкаларымызға құйып шығатын боламыз. Осылайынан барлығына толтырып, водолазка тәріздес дейді ғой, мойынмен бірдей қылып, барлығын солай құйып шығатын боламыз. Банкымыз сынып кетпейді. Одан алдым біз ыстық суға әбден қойып алған болатынбыз. Қорықпай құя берсеңіздер болады. Осылайынан барлығына құйып шығатын боламыз. Мінекей барлығына бірдей қылып құйып шықтым. Енді дәл осы тұрған жерінен банкамызды, закрывашкамызды алып, банкамызды бұрап жауып тастайтын боламыз. Ешқандай да атылмайды, еш нәрсе де қылмайды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Осылайынан екіншісінде алып қойдым да, менде осындай закрывашка бар, оригинал, российский, өте керемет жабады банканы. Осылайынан бұрап отырып жауатын боламыз. Қорықпаңыздар, атылмайды, еш нәрсе де қылмайды. Осылайынан бұрап алып, енді қантымыз ерігенше жақсылап отырып, осылай араластыратын боламыз. Барлығын қантымыз полный ерігенше осылай араластырып отырамыз. Одан кейін төңкеріп, негізі төңкермеймін, дәл осылай қойып қоямын. Бетін жауып қойсаңыздар да болады, жаумасаңыздар да болады. Мінекей бізде осындай сұлулық шықты. Бізге ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Сау саламатта болыңыздар.